Sələməsində nə oxuşular? Otura verdim. Bizim bugünkü sabahımızın taxırıbı ondық bölçek, ondық bölçekтерді оқу және жазу. Білесіңдер, біз бұл бағытты өткен сабақта да өттік. Біз енді осы тақырыпты жақсылап меңгеру мақсатында бүгін осы тақырыпқа байланысты есептер шешеміз. Бүгінгі оқу мақсаты ondық бөлшектерді оқу және жазу. Ең алдымен сабағымызды бастамай тұрып, біз топқа бөліп алайық. Мына жерден барлықтарын бір-бір карточкадан таңдап шығыңдар. Барлығымыз бір-бірді алсақ, енді бірінші томымыздың аты ondық үлес. Ondық үлесі барлардың барлығы осы топқа келіп отырыңдар. Оларыңдағы яғни 0,1 дегендердің барлығы келіп осы топқа отырыңдар. 0,100 болса 100 үлес тобына, 0,1000 болса 1000 үлес тобына келіп отырыңдар. Барлығымыз өз топымызда отырдық па? Олай болса, әр топта өз топ басшыларын сайлап алыңдар. Топ басшыға мынандай бағалау парағы беріледі. Сол бағалау парағына топ басшысы әр оқушының балын жазып отырады. Бірден аты жөнін жазып қой топтағы оқушылардың. Топ басшысы кім? Бірден аты жөнін жазып қойыңдар. Аты жөнін жазып болдық па? Жылдам жазып қойыңдар аты жөндерін. Топтың. Енді ең алдымен өткен тақырыптағы өткендерді қайталау мақсатында сендерге математикалық диктант алынады. Сендерге мына жерде жазу түрінде берілген ondық бөлшектерді сендер цифр түрлерін жазып дәптерлерге жазулары қажет. Бастаймыз барлығымыз. Дәптерге бүгінгі күнді жазып, мына берілген сандарды ondық бөлшектерді цифр түрінде жазамыз. Енді бұл тапсырманы тексеруде көршіңдер тексер әдісін пайдаланамыз. Барлығымыз жанындағы оқушылармен дәптерімізді алмасамыз. Қазір сендерге тақтаға дұрыс жауаптарын көрсетем. Егер үш оқушы болып қалсақ, үшеуін бір-бірімен алмасыңдар. Яғни, Шолпан, сен Марленге, Марлен сен Мархабатқа, Мархабат сен Шолпанға. Үшеуін бір-бірімен алмасыңдар. Дұрыс жауаптарын көрсетем сендерге. Біріншісі 0,5, 15,139, 18,327. Барлығымызды тексеріп, қанша дұрыс екенін қасына жазып қоямыз. Егер 7-ден 7 немесе 6 дұрыс болса, өте жақсы деген сөз. 4-пен 5 балл жақсы, 1-ден 3-ке дейін қалпын, бұдан да жақсы істей аламыз деген сөз. 1-ден топ басшыларына қанша балл жинағанымызды айтып, белгілеп қоямыз. Жазып қоя. Олай болса біз келесі тапсырмаға өтейік. Келесі бізде пенальти деген топтық ойын. Бұл ойынның шарты екі топтың оқушылары қатар тұрып, сәйкесінше топтағы, келесі топтағы өзінің ретіне сәйкес келетін оқушыға бір ondық бөлшек айтады. Және ол ondық бөлшекті келесі
келесі топтың оқушы жазу керек. Дәл солай кері ретпен істейміз. Яғни ол оқушы да бірінші топтың оқушысын айтады, ол да жазылуы керек. Дәл олай болса, бірінші болып, бірінші топ пен екінші топтың оқушылары тақтаға келсін. Бірінші топ мына жерге, екінші топ мына жерге. Кемдер, бар. Қатар бойынша тұрамыз. Так, Мирас? 35,04. Так, дұрыс. Келесі. Айта бер. Марлен, айтшы Мирас. 25,27. Biz dұрыс дамылатына дұрыс деп қойын. Так, миллионнан 27 дейді. Дұрыс, келесі. Ауысамыз. 40,91. Дұрыс па? 90. Әлі дұрыс. Дұрыс, келесі. 7,10,10. Келесі, ауысамыз. Бұл жақтың бе дұрыс. 7,10,1. 7,10,1. Дұрыс, келесі, айтамыз. 9,2. Келесі жол миллион деген сөзді қолданбайық. Басқа сандарды қолданайық. Миллионнан 2, дұрыс. Келесіге. Дулат. 16,10,5. Он бүтін мыңнан 81 дейді. Дұрыс. Келесі. 45,96 дейді. Тексереміз. Bir nörgeye mi? Göze yazın bir nörgeye. Nasıl atsayacaksın? 5,8. 5,8. Dürüst. Kelesi. 10'dan 7. Hadi. Buna yapacağız. 10 bütün bundan böyle. Hadi. Kelesi o şunu almasanız. 5 bütün ondan 7. 5 bütün ondan 7. Ne yapacaksın? 96 bütün 10 bundan 7. 10 bundan 7. Так. Hadi. Endi birinchi top bilan ikkinchi topning arasida tengga teng, ikkinchi
4'te 4 oldu. Esep. 4'te 4. Endi ikinci top oturamiz. Üçüncü top kesin. Tak, taxtamizni tutamiz. Miras. Duruz. Alsamiz. To'qqiz butun o'ndan to'qqiz. Asqat qo'yamiz siz. 7,10 7. 10'dan 7. Tak, bu 10'dan 7 olan. Tak, 3 do'stimiz bo'lsa, 3'te 5 seçilir mat oldu. Tak, birinchi top o'tiramiz. Endi ilk top keldi. Bizning son o'yinimiz taxtalashindi. Bu ikinci top ve üçüncü topun arasında. 987 milyondan 7. İsteyeceğiz. 987 milyondan 7. Milyondan 7. Aslanları. Milyondan 7. Evet, doğru. Anlasanız. 26,8 değil. Ya. Kelesi? Asal? Asal? 100 milyondan 7. Tak, duruz. Endi qarasam, mana yoqda 2 qatiya bor, mana yoqda 1 qatiya bor, bu yerdagi desek 6da 7 bo'ldi. O'tiramiz. Endi bu o'yinimizda iki komandaning da o'tgan. O'sha komanda o 3-chi to'pimiz bizning mingimiz. Janida bir komanda bilan teng bo'lib, onda ikinci top bilan birinchi topning natijasi 1-2 ekan onda. Tak, endi bu o'yindagi top başı, her komandanın top başçısı öz topundagi adamların belsendiligine baylanışlı bağalaydı. Yani municipaldagi o'ta yaxshi degan so'z 3/4 o'rtacha, ya'ni yaxshi degan so'z. 1-2 talpın, bu da yaxshi siyosini edi. Siz bağlov barada bağlashinglar top başçısı öz topumuzdagi adamlarni. Kelesi topshirma sizlarga arasida kesti berdi. Sol kestini to'ldirib so'ralarim kerak. Qancha o'qishlar? Yetti o'qishlar. İstiyor. Bu an жылдамдыларымыз 5 берді. Бұл санда басқаларды күтеміз. Bir өзіміздің жанынан барлығымыз болдық па? Бұл тапсырмаларда. Олай болса, барлығымыз жаңағыдай қасымыздағы оқушылармен алғасамыз, өзіміз кестемізді
So'zni tekshiramiz. Taxtaga dұрыс javoblarni chiqarsa, mana dal osmonda tekshirib chiqinglar. 6 esep var bizde, 6 bağam var, qatar var. Her qatarga bir boldan, eğer dұрыс болса. Belgilep шығып, қанша бал жинағанdan жазып қойыңдар астынан. Bарлығымыз тексеріп шықсақ, жаңағы топ басшысы балдарын жазып алсын. Сосын келесі тапсырма өтеміз. Бұл тапсырма бойынша 6 сұрақ берілді. 6-ауына және 5-еуіне дұрыс жауап бергендер өте жақсы деген сөз. 4 балға 4-еуіне дұрыс жауап бергендер жақсы нәтиже көрсетті деген сөз. Ал одан төмендері білесіңдер, қалыпын бұдан да жақсы істей аласыңдар деген сөз. Так, келесі тапсырма өтпей тұрып, барлығымыз тақтаға көңіл бөлейік. Мұнда бізде кішкене үйренетін нәрсеміз бар, Қарап тұрғандарындай, ұзындық және масса өлшем бірліктеріне қатынастар дейді. Білесіңдер, біз ұзындық өлшем бірліктерін білеміз. 1 сантиметрде неше миллиметр бар? 10 миллиметр бар. 1 километрде неше метр бар? 1000 метр бар, дәл осы сияқты бізде өлшем бірліктер көп. Егер 1 сантиметрде 10 миллиметр болса, біз қандай да бір миллиметрді сантиметр арқылы өрнектеу үшін біз 10-нан 1 деп оқылатындай өрнектеуіміз керек. Яғни 0,10-нан 1 сантиметр. 5 миллиметрді 0,10-нан 5 сантиметр. Дәл сол сияқты егер бізде 10 миллиметр асып кетсе, яғни 23 миллиметрді 23 миллиметрдің 20 миллиметр 2 сантиметрді береді осылай, 2 сантиметр 3 миллиметрді бірінші жазып аламыз да. Содан кейін бар 2,10-нан 3 сантиметр деп жазамыз. Дәл сол сияқты 1 килограммда 1000 грамм бар. 1 граммды жазу үшін 0,1000-нан 1 килограмм деп жазамыз. 23 грамм жазу үшін 0,1000-нан 23 килограмм. Егер 1000 граммнан асып кетсе, яғни 5205 грамм. Бірінші 5000 граммды 5 килограммға айналдырып аламыз. Сосын қалған 205 грамм өзі жазылады. Одан кейін 5,1000-нан 205 грамм деп жазсақ болады екен. Жалпы түсінікті ме? Қазір осыған байланысты сендерге топтық есеп беріледі. 3 топқа 3 есеп беріледі. Топ болып шығарамыз. Мынау тапсырманы топ болып орындаңдар. Дәптерге емес, сендерге қазір ақпарат берем. Топ болып бірге ақылдасып, немесе есептерді бөліп алып шығарсаңдар болады. Артына алыңдар. Тақпада есеп жазып көрсетеді. Бірінші топ, үшінші топтың есептері, екінші топтың есептері. Так, уақыт бітті. Барлығымыз істеп болдық па? Олай болса, бірінші топ, үшінші топ бет, үшінші топ, екінші топ бет, екінші топ өзінің жауабын бірінші топқа берсін. Барлық алмасындар. Жауаптарын мына топқа беріңдер. Так. Әкеңдер, сен мына топқа бер. Дұрыс деді. Енді қазір мен дұрыс жауаптарын шығарам сендерге. Осы жауап бойынша тексеріп шығыңдар. Тез-тез. Болдық па тексеріп? Тексеріп болса
жаңа парақшаларын әр топтың өзіне береміз. Көрсін қанша отырса екен. Бұл тескі жыландатыңдар. Бұл ана топтыңдар. Бақ. Так, олай болса, бұл тапсырмада 5 балл деген өте жақсы деген сөз. 3-4 балл деген жақсы деген сөз. 1-2 балл болса, қалдым деген сөз. Енді топ басшысы, әр топ мүшесінің бұл есепке қаншалықты белсенді көмектескеніне байланысты бағалап шығады. 5 балға дейін. Тез бағалап шығамыз топ басшысы. Топтың әр мүшесін бағалап шығады тез. Олай болса сендерге үй тапсырмасы кітаптарындағы 601-ші есеп. Дәл қазір маған бағалау парақтарымды өткізіңдер. Әр топ бағалау парағын өткізіңдер. Бағалау парағын. Бағалау парағын. Әкел. Бағалау парағын өткіз маған. Енді олай болса, бізде қорытынды бағалау бойынша 17 балдан жоғары алғандар бізде бар екен. Бұдан Марлен, Досжан, Бақыт, Ұлағат, тағы бірнеше оқушы бар екен. Олар бізде өте жақсы деген бағалы алды. Және 13-17 балдар арасы жақсы деген сөз. Ал 8-12 балға дейін қанағаттандырады. Ал 1-7 қалпын деген сөз. Бізде 1-7 жинаған бұл жерде ешкім жоқ екен. Сондықтан енді біз сабағымызды қорытындылап, барлығымыз бүгін қаншалықты сабақ үйрендік, қаншалықты түсіндік, соған байланысты мына жерге баспалдаққа өз нелеріңді қойып шығыңдар. Белгілеріңді. Иә, еш көрасыңдар. Сабақта түсінуде қаншалықты түсіндік? Өте жақсы түсініңдер, 5 деген тұсына еш көрасыңдар. Ал нашар түсінсеңдер, 1 дегеннің тұсына еш көрасыңдар. Тапсырманы орындауға қаншалықты баспалдаққа шығалы алдым? Өте жақсы орындады ма тапсырмаларды? Әлде орташа орындады ма? Топпен жұмыста қалай белсенді қатыстым? Немесе жалпы көңіл күйім сабаққа байланысты қалай мен? Енді осымен біздің сабақ аяқталды. Сау болыңдар.